Бұл кісі өзінің жас кезіндегі суреттерін көріп, қайтадан жазғы шаққа қатты оралғысы келеді. Ол өзінің жарын қатты сағынады дегенмен, ол өмірде жоқ, сондықтан оны қайтарып алып келе алмайсың. Соны білгендіктен жалпы журналдан әдемі әйелдің суретін көріп, соның жүрегін жаулап алу үшін өзін жасартқысы келеді. Ол кісі жақсылап жонып алады. Содан соң өкшесін қырады. Құлағын жақсылап тазалап, одан шыққанда мысығына береді. Бетіне пудра жағып, ал тісіне штрих жағады. Қуыршақтың көзін жұлып алып, өзінің көзін орнына салып қояды. Ал салбыраған бетіне сөйт әрине түйреуішпен қадап қояды. Бірақ үйде түйреуіш болса, оның бетіне қадап жүрме болмайды. Мұртын бояйды, қасын кеседі, терісінің түсін өзгертіп, қарнын тартып, ерін үлкейтіп, мұрнын ішіне жүндерді қырып, тырнағын алып, соска болады ғой. Упс. Паригін киіп шығып бара жатқан кезде оның бүкірлігін тоққа түсу арқылы кетіреді. Сыйлығын алып, өзінің жап-жаңа құрбысымен кездесуге шығады. Жап-жас құрбысымен жасарып алған ата және оның иті үшеуі бірге қыдырады. Олар бірге балмұздақ жейді, көлде шомылады, қойылымдарға барады бірге. Және де өз қолымен жасаған сыйлығын ұсынады. Ал онда көліктің кілті. Олар көлікпен бірге сапарға шығады. Көлікпен керемет серуендейді. Алайда көлікпен ямаға түсіп кеткен атайдың чүт болмағанда түйреуіші көрініп қала жаздайды. Ал сұлу құрбысының түшкіргісі келіп кетеді, шыдаса да, бірақ соңында түшкіріп жібереді. Сол кезде маскасы фук етіп ұшады ғой. Оны көрген атай в шоке. Себебі ол жас құрбы деп ойлап қалды ғой. Сол көріністі көрген атай тағы да соқсады. Бұл кезде оның да беті ұшып кетеді. Апай в шоке дейсің ғой. Бірақ нағыз махаббат дәл осы уақытта, осы сәтте келеді. Қандай керемет махаббат. Махаббатта ешқандай бетпене кимей барыңдар кездесуге. Сіздермен болған Алтынай Аман. Арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазып жіберіңіздер.